Жақында қолымның қатты сынуы мені бала кезімнен еске түсірді. Өйткені мен бала кезімде ғана жарақат алдым. Кейбіреулері әлі күнге дейін қасымда. Сондықтан мен ютубермін. Мен, әрине, Джеки Чан емеспін. Менің сүйектерім қалды. Бірақ тізелерім мүлде жазылмады. Олай емес. Сіз ойлағаныңыз үшін емес. Мен діндар бала емес едім. Бірақ мен тәжірибелі велосипедші болдым. Сонымен қатар ағаш кесуші, сүңгуір, спринтер, ұзындыққа секіруші және тең жүгіруші болдым. Оның бәрі менің балалық шағымда толық көлемде болды. Ғажайып жол желкенің болғаны жақсы, әйтпесе мен қалай аман қалатынымды білмеймін. Сол жерде және батпақтағы ауылдағы досымен қамыс ойнап жүргендей. Менің осындай қызықты балалық шағым болды ма? Қысқасы, мен айтып отырмын, сен ең үлкен қамысты тауып, оны жыртып, жолға шығып, бар күш-жігеріңмен лақтырып, қонып, шапалақтағанша күтесің. Ол жарылғанда, одан бір топ мамық ұшып шығады. Міне, кімде көбірек мамық ұшып кетсе, ол жеңді және алады. Ол жолды қоқыстағаны үшін тымақтан басқа ештеңе алмайды. Бірақ жылдам аяқтар ілмектерден қорықпайды. Мәселе тек қамыстың артында ағынды су құбырымен жүру керек болды. Міне, мен тағы да барамын. Тәкаппар қалыпта еңкейіп, снарядтарды қысып, құбырдан шықтым деп ойлап, жас Марио басын жарып жібере жаздады. Мен өзімді басымнан сипап, бүкіл қолымның қанында болғаны мені аздап мазалаған жоқ. Маған медициналық көмек керек сияқты. Неге бұл ауруды жасыратын және әрі қарай жүруге болатын әмбебап дос қалпақ болған кезде әжем мені ұрысады деп қатты қорықтым. Сондықтан мен мүмкіндігінше бетперде кидім. Нескелечки мүлде жанбай қалды. Мүмкін. Сол кезде соңғы миын жоғалтып алған шығар. Бірақ кәсіпкер болу мүмкін. Айтпақшы, сен сияқты. Бұл салада күрделі және белгісіз нәрселер көп болса да, бірақ бұл үшін тамаша арна бар Амоблогы. Мұнда қарапайым тілмен айтқанда әзіл қалжыңмен, бірақ қызғылт көзілдіріксіз олар сізге бизнес туралы бәрін айтып береді. Мысалы, неден бастау керек, бәсекелестерді қалай жеңу керек, қалай келіссөздер жүргізу керек, жұмысты бизнеске қалай айналдыру керек, салықтар, базарлар және сусыз, тек ең маңызды және қажет. Тіпті анимациялық, айтпақшы, менікінен әлдеқайда жақсы. Ол мәдениет сілтемелері бар бизнес туралы күлкілі нұсқаулықтар. Тіпті егер сіз кәсіпкер болмасаңыз да, Амоблогында күнделікті өмірде пайдалы болатын көптеген пайдалы нәрселерді таба аласыз. Қысқасы, мега пайдалы жоба. Мен шынымен кеңес беремін. Жақсылықты ал, сипаттамадағы сілтеме. Мен бұрын айтқанымдай, мен аққұмар велосипедші мен ауылымды аралап шықтым. Үнемі вентиль сияқты. Ол әр соққымен секірді. Бұл менің жақтауымның бүгілуіне және педалдарымның асфальтқа жетуіне себеп болды. Міне, мен бір рет көлікпен келе жатырмын. Мен аулаға кіремін. Бірақ кейбір мүджі кіреберіске үлкен бетон тасты қою тамаша идея деп шешті. Дәл бұрышта, шамасы, көліктердің кіруіне жол бермеу үшін. Бірақ ол менің көлік екенімді білмеді. Мен университетті үрлемеймін. Бұрышқа бұрылып, келесі жағдай орын алады. Сол сәтте мен ауырып, өлетініме сенімді болдым. Егер мен аман қалсам, ерік жігерім бар иегіммен жүремін. Жарты сағаттай күнгілдеп, көз жасымдан кейін мен тірі екенімді білдім. Тіпті бәрі орнында сияқты. Құдай саған кім болсаң да, денсаулық сақтасын. Соңғы жарақат. Мен ағама қонаққа барғанымда болды. Біз әдеттегідей серуендеп жүрдік. Қуып жетудің бір түрінен зардап шекті. Бірақ бір сәтте мен бірдеңе дұрыс емес екенін түсіндім. Олай емес, бұл үйге баруға себеп емес. Олар айдайды, енді босатпайды. Әрине, ойнауды жалғастыру керек. Мен адам емеспін бе? Әлде не? Мен күн батқанға дейін аяғымды тесіп жүгірдім. Ертегі. Мен үйге келгенде етігім сықырлап кетті. Әрине, менің жүйемдегі артық тесікті жасыру мүмкін емес еді. Қан көп болғандықтан, қан құюға жеткілікті болар еді. Мен әлі ес-түссіз жатқанымды білмеймін. Міне, мен асыл жұлдыздарды алдым. Бұл таңқаларлық емес, сіреспе мен инфекцияны ешкім жойған жоқ. Шынымен де, егер мен өмір бойы бір нәрсені түсінсем, және менің ақымақ екенімді есіме түсірсем, кез келген жарақат үшін ауруханаға бару керек. Оның қалай болатынын кім білсін? Сенде қандай жарақат болды? Түсініктемелерде жаз. Менде бүгін бәрі бар. Арнаға жазылыңыз. Жаңа кездесулерге дейін ауырмаңыз.